Ләйлә жаным, ол не дегенің? Сені мен ғана емес, барлығы да жақсы көреді ғой. Жыламаңызшы. Мәңгілік бала бейнесі қойылымын ұсынады. Қабыл алыңыздар. Ләйлә, ей Ләйлә, қайда жүрмін қыз? Мен мұндамын, естімей қалыппын. Не болды? Қалай не болып қалды? Ей, енді саған жетпей жүрген мен үрілікпеді. Қорқпа, оған да жетерсің. Малды қамауға адам жетпей жүрген кезде сен қайда қаңғырып жүрсің? Адам емеспіз бе? Қарай көш, адам емеспіз бе дейді. Өзің адамға теңеп тұр. Жаман немене. Мынау сыпырғышты ал да, мен келгенше дейін үйді тазалап қой. Сезімсіз, жүрексіз. Қатыгез адамның төрт түлігі қашан да сай болады. Табаладың ғой, табалай бер. Мен осы қасіретті Құдайдан сұрап алғанмын. Иә, сенен сұрап алған тағдырым осы. Отыңмен кіріп күніңмен шықтым емес пе? Не жазып едім мен саған, Құдай-ау? Ей, құнаға не болды? Тиіскен кім? Ей, байғұс, көз жасыңды біз емес, Құдай көрсін. Соның ілтипатын көр, пейілін көр құлыным. Сен шаршаған боларсың, жатып демалы ғой, сыпырғышыңды бер. Ләйлә, Ләйлек, ақ Ләйлек. Құмарды қара. Құмар, қандай өсіп әдемі болып кеткенсің. Ғажап, өзіммен бір партада отырған Құмарым ғой, көшім ғой. Құмар, иә, сен мен әнемі Ләйлек, ақ Ләйлек дейтінсің. Ләйлек деген қыздың аты, ол сондай әдемі қыз дейтінсің. Таныдың ба? Таныдым, неге танымауым керек? Сен сондай өсіп, әдемі болып кетіпсің. Бақыттысың ғой, ренжіме. Сен де бақыттысың. Ауылға келіп едім, ауылға адам келмегендей болып кеткен бе? Кешке той болады ғой, келесің бе сен? Білмеймін. Әжеңнен сұрап көрейін. Амансың ба, қарағым? Қалыңыз қалай? Шүкір, жақсымыз. Өзің қалайсың? Бәрі жақсы. Ләйлені кешке тойға жібере аласыз ба? Қарағым, Құмар жанау, Ләйлә үлкен қыз болды ғой. Бой жетіп қалды. Өзі шешім қабылдайтын жасқа да жетті. Барамын десе, барып келсін. Бармаймын десе, өзі білсін. Ендеше Ләйле, кешке тойға келетін бол, күтеміз сені. Ләйлә, Ләйлә, естідің бе? Ертең ауылда той болады дейді. Сол тойға бірге барайық. Білмеймін. Қой енді, қызық болады. Барайық бірге. Жақсы әпке, барайық. Ал ендеше мен барып тойға дайындалайын. Шіркін ай десейші. Неге? Саған да керегім жоқ па менің? Мені қасиет үстіріме, ыржалаңдап күлгін кереме? Мәңгілік бала бейнесіне қалған қыздың тағдырына күлейін дедің бе? Ләйлә, ай Ләйлә, мына қыстың ортасында тағы қайда қаңғырып жүр? Мен мұндамын. Не болып қалды? Айтпады деме, қыз болмақ түсте үйден қуып шығамын. Көргенің осы. Өтінемін, үйден қумашы. Оны өзім шешемін. Бар, тезірек үйге кір. Ай, мына қызға не болды? Ауырып қалған ба өзі? Құдай-ау, қызуы көтеріп қапты ғой. Жаным-ау, Ләйлә жанау, пештің қасына жатып, жылынып жата тұр. Мен дәрігер шақырып келейін. Сәлеметсің бе, Ләйлә? Ауырып қалыпсың ғой. Қане, жағдайыңды көрейін. Ойбу, қызуың көтеріліп кетіпті ғой. Демалып ал. Міне, мына жерде
Ләйләгә керекті дәрілер жазылған. Осыларды қабылдаса, тезірек жазылып кетер. Жақсы, рахмет сізге. Сау болыңыз. Қызым, Ләйләжан, тамақ ішесің бе? Жоқ әже, Шай ішесің бе? жоқ әжетай. Қызым-ау, сен уайымдама. Мына дәрілерді қабылдап, сен әлі шауып жүресің, қызым. Тек уайымдамашы, әлі бәрі де жақсы болады. Құдай-ау, бұл кім болды екен? Әдетте қазақтар есікті қақпай кірмеуші ме еді? Сәлеметсіз бе, әже? Бізге Ләйлә керек еді. Ләйлә үйде ма? Амансыздар ма, қарақтарым? Ләйлә үйде ғой. Үйде болған қайда болсын? Кіріңіздер, төрлетіңіздер. Ойбай, үйге қонақ келіп қапты ғой. Не себеппен келдіңіздер? Сәлеметсіз бе, Ләйлә? Біз ауырып қалғаныңызды естіп, жағдайыңызды білуге келдік. Қарағым Ләйлә, сенде көрген қасіретің аз емес. Бүгінгі күнде осы ауылдан қаралы жиын өтеді. Иә. Әйтеуір жақсылықтың емес, тек жамандықтың белгісімін. Ал енді жолға жиналсақ. Мен жамандықтың емес, жақсылықтың белгісі болғым келеді. Өтінем, мен аяңдашы. Мен ел көзіне оғаш мүгедек болғанмен, жақсылықты ғана қамсаймын. Мен тек жақсылықты. Намысын қара көш, жаман немен. Барда болама. Ол да сол жиынға қатысама. Жоқ, болмайды. Бармаймын, бара алмаймын. Кідірмей жүре беріңіздер. Ал әже, ендеше біз кетейік. Жақсы, қарақтарым, жолдарым болсын. Алла істеріне береке болсын. Рахмет сендерге. Мен сіздерді шығарып саламын. Қызым-ау, Ләйләжан-ау, тамақ ішесің бе? Жоқ әже, Шай ішесің бе? жоқ әже. Әже, менің қасымда отырыңызшы. Әжетай, бұл өмірде сізден басқа маған ешкім жақсылықпен қарамады. Мен сізді өте қатты жақсы көремін. Ләйләжан-ау, ол не дегенің? Сені мен ғана емес, барлығы да жақсы көреді ғой. Жыламаңызшы. Ләйләжан-ау, сен уайымдамашы. Мен сен әрқашанда қасында боламын. Қызым, сені жақсы көремін. Сен әлі аяққа тұрып, денің сау болып, әлі шауып жүреміз. Сен тек уайымдамашы, жаным. Шаршаған боларсың. Жатып демала ғой, құлыным. Қайырлы түн, ботам. Қош бол менің жалғыз ғана сырласым. Түн баласы ай, жер баласы мен. Өзімнің сырымды, жан жарамды тек саған ғана қайттым. Қош бол менің әжем. Қош бол жарық дүние. Ләйлә, ей Ләйлә, нағыз қайда? Тойға кешігетін болдық қой. Ұйықтап жатқан ес. Ләйлә, ей Ләйлә. Ләйлә, өліп қапты ғой. Енді қайттым. Жаман немене, дәл той күні өлетін кім білді? Ләйлә, Ләйләжан, көзіңді ашы, Ләйлә, Ләйлә. Ойбай ал, әне ол жаным, қатері жанау. Ләйлә, тұршы көзіңді ашы. Ләйлә! Ләйлә,